Саламатсыздар ма оқушылар? Жарайсыздар. Сақтаға шығып, балалар сабақта бастамас бұрын шаттық шеңберін сәттілік тілеп алайық бір-бірімізге. Ал Айған бүгінгі сабақ сәттілік тілеп. Күзәткүлі жаным жүрегі. Көркем саған көздеген мақсаттарыңа жетіп өтесің. Ораза саған оқуда озат болуыңды тілеймін. Баламызға бақыт бол. Мен саған жомарт өмір тілеймін. Ержүрек бол, намысты бол. Сымбатсаңыз, бүгінгі күнің сәтті өтсін. Рахмет тілеймін. Жомарт болуыңды тілеймін. Ағаң ақылды болып жүре бер. Ағай еңбегіңіздің жемісі болыңыз. Рахмет. Ал балалар шаттық тілеп. Жайымызға отырайық. Ал енді бүгінгі сабақтың тақырыбы болар. Сабақтың тақырыбы біз тұтынушы ретінде өз құқығымызды білеміз деген тақырып. Енді оқу мақсаты бұл жерде балалар айтып кетейін, тұтынушылардың құқықтарын қорғау жолдарын ұсыну, мемлекетке сипаттама беру үшін әртүрлі дерек көздерінен алынған ақпараттар бойынша қорытынды жасайды. Оқушыларды қоғамдық саяси өмір дамуының кезеңдері мен тарихи өзгерістердің қоғамдық қатынастардың дамуына тигізген әсерінің танысу болды. Және тарихи оқиғаға баға бере алады. Ұлттық бірлік, ұлттық тұтастық хақындағы оқушылардың отаншылдық сезімінен ояту болады. Бағалау критерийлері білу мен түсіну, тұтынушы құқықтарын біледі олар. Қолдану, тұтынушылардың құқықтарын қандай жағдайда бұзылып қорғау жолдарын ұсыну. Сыни ойлау және зерттеу, тұтынушылардың құқықтарын қорғау маңыздылығын бағалайды. Енді балалар, өшеді біз үй тапсырмасын сұрап кетейін балалар. Жаңа сабақта басталмас бұрын. Енді өткен сабаққа қорытындылау, кім жылдам әдіс арқылы сұрақ жауап. Бірінші сұрақ, азаматтық қоғамды қалыптастырудың маңызы неде? Кім айтады балалар? Балауса. Адамзаттық қоғам қалыптастырудың еліміздің бастапқы бағыты болып есептелінеді. Егер де біз өзімізді қалыптастыратын болсақ, адами тұрғыдан, онда біздің әлеуметтік жағдайымызға да және де өмір сүруімізге де жақсы бағыты болады. Жақсы, жарайсың балауса. Екінші сұрақ, азаматтық қоғам дегеніміз не? Азаматтық қоғам дегеніміз мемлекетке тәуелсіз жеке тұлғалардың, белгілі бір ұйымдардың және дін өкілдерінің арасында болатын қарым-қатынасты айтамыз. Жақсы, жарайсың. Үшінші сұрақ, азаматтық қоғамды дамыту үшін не қажет болды? Айтады. Жалпы ол үшін қазіргі заманға сай өмір сүру қажет. Тіпті бұны еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында айтқан болатын. Яғни азаматтық қоғам институтын дамыту қажет деген болатын. Жақсы, жарайсың жаным. Төртінші сұрақ, азаматтық қоғам институттарының тиімділігі. Кім айтады олар? Азаматтық қоғам институттары адамдардың жеке дара институттары болып көрінеді. Мүдделері бойынша жұмыс жасайды. Бұл мүдделерді институттары әр адам өз мүддесін қорғай алады. Жақсы, бұл туралы. Ал енді азаматтық қоғамның әлеуметтік құрылымдарын атады еді олар. Кім айтады Айған? Азаматтық қоғамның әлеуметтік құрылымы түрлі қауымдастықтарды құрайды. Бұл өз ортасында өте жақсы дамыған және де ол Қазақстан бойынша маңызды. Жақсы, отырауы. Азаматтық қоғам мен құқықтың мемлекеттің ұқсастығын көрсетеді. Кім айтады олар? Қайсысы бар? Азаматтық қоғам дегеніміз мемлекеттер өзі тәуелсіз сезінетін өндірушілер, отбасы және дін ұйымдарының жиынтығы. Адам мемлекет үшін емес, адам үшін қызмет жасайды. Жарайды. Отырауы сонда. Ал енді отбасы дегенімізді қалай түсінеміз олар? Туыстардың немесе еліміз зайыптылардың әке мен ананың
балаларымның тұратын тобы. Жақсы, отырыңыз. Белсенді қоғам дегенді қалай түсінесіздер? Кім айтады? Айта қойыңыз. Жалпы белсенді қоғам дегеніміз адамның өмірге қарай талпынысы, оның дамуы, ары қарай құлшынысы және әлеуметтік жағдайы. Жақсы. Ал енді балалар, бүгінгі тапсырма, үй тапсырмасын осы жерде қорытындылап, енді жаңа сабағымызды бастамасы бұрын балалар осы жерде дәріс әріп көрген шешім қабылдау үшін әр адамның 3 жолы болады деген балалар. Бірінші ең бекзат жолы бұл ойлау, екінші ең жеңіл елікке деген балалар, үшіншісі ең ащы жол өмірлік тәжірибе. Бұл 3 жол болады адам, бұл дәріс адамның конструкция айтып өткен деген балалар. Ендігі жаңа сабақты бастамасы бұрын, ал енді бүгінгі сабақты тұтынушылар видеосын алдарыңызға қоямыз қазір, соған қарап талқылаймыз. Сүт өнімдері иістенген тағамдарын сату секілді жағдайлар құқықтың бұзылуына әкеліп соғады. Елімізде осындай жағдайлар жиі орын алады, әсіресе азық-түлік дүкендері мен сауда орындарында. Бірақ көбінесе сатып алушы шағымданудан бас тартып, өз құқығын білмей жатады. Тұтынушыны қорғау туралы заң қабылданған 2010 жылы 4-ші мамырда. Бұл заңның 7-ші бабында нақты көрсетілген тұтынушының құқықтары. Яғни тұтынушы кез келген дүкенге барған кезде сатып алатын тауарларды танысуға, олардың жаңағы түрін таңдап алуға, немесе сатушымен танысуға, тауарларды анықтап білуге құқықтары бар. Дүкенге кірсеңіз мынадай тақтайшаларға жазылған ескертпелерді көресіз. Осылайша алған тауарыңызды ауыстыра алмай немесе қайтара алмай әбігерге түсесіз. Ал мұның заңсыз әрекет екенінен хабарыңыз бар ма? Бұл заңға қайшы әрекеттер. Жалпы кез келген тауар міндетті түрде жаңағы тұтынушыны қорғау туралы заңда көрсетілген 7-ші бабында кез келген тауар бізде 14 күннің ішінде қайтарылуға тиіс. Құқылы тұтынушы қайтаруға. Ал егерде сатушы сіздің тауарыңызды ауыстырудан немесе ақшаны қайтарудан бас тартса, өз құқығыңызды қорғау үшін сотқа барып талап арыз жаза аласыз. Сондай-ақ сатушы тарапқа алданып қалсаңыз, яғни сатушы таразыдан жеп, кем өлшеп, есептен жаңылдырса, жәбірленуші оған заң жүзінде 10-нан 50 айлық есептік көрсеткіш аралығындағы мөлшерде айыппұл салдырады. Тұтынушыны алдаған жағдайда Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 190-шы бабында тұтынушыны алдау туралы бап көзделген. Бұл жерде жаңағы негізгі жаза ретінде айыппұл көзделеді. Сол айыппұл салып жаңағы өз құқығын қорғайды. Егер де жаңағы моральдық, материалдық зиян немесе денсаулығына өте ауыр зиян келтірген жағдайда бізде қылмыстық жауаптылықтарды көзделеді. 1985 жылы сәуір айының 9 күні Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы тұтынушылардың келесідей құқықтары бар екенін айқындады. Олар өз денсаулығын сақтауға, қауіпсіздігін қадағалауға, экономикалық мүддесін қорғауға, ақпарат алуға, ағарту ісіне қатысуға, арыз талапты қараудың тиімді тәсіліне жүгінген, жайлы қоршаған ортада тұруға, өз мүддесін білдіруге тұтынушылық құқығы бар. Алайда сіз де әрқашан менің мүддем қорғалады деген ойдан заң бұзудан аулақ болыңыз. Тұтынушыға мерзімі өтіп кеткен сүт өнімдері. Ал енді алдарыңызда видеоны көрдіңіздер оқушылар. Осыны талқылауымыз керек. Қазақстан тұтынушылар құқығын қорғау. Қане, балалар, кімнен бастаймыз? Қайсыңыз айтасыздар? Жарқын айт. Жалпы тұтынушы деген кім? Жалпы тұтынушы ол бір затты сатып алу. Жалпы бұл жерде тұтынушының өзінің құқығын қорғау жайлы айтылған. Және 109-шы бабы бойынша, Қазақстан Республикасының кодексі бойынша ол жерде оның 50%-ын құқығын қайтарып алуға болады. Ол жерде егер де сатушы өз құқығынан асып, егер де сатып алушы егер де тұтынушыға қарсы келетін болса, оны кодекс бойынша жазалауға оның тікелей қатысы бар. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымында мынандай заңдар қабылданды, тұтынушы өзінің денсаулығын қадағалауға және ұнаған затын сатып алуға, өзінің құқығын қорғауға болады делінген. Жақсы. Жақсы, отыруға жатырмын. Келесі топқан. Жалпы бәріміз білеміз, қазіргі қоғамда көптеген адамдар өздерінің құқығы жайлы толығырақ білмейді. Ал біз осы видеоға байланысты қазіргі қоғамда белең алып жатқан ең қарапайым құқық бұзушылық туралы білдік. Яғни сатушылардың
көптеген жағдайда заттарды қайтармау жайлы біреумен маңдайшалар арқылы олар заңдарын бұзып отыр. Осындай жағдайда біз өзіміздің құқығымызды қорғап, ол үшін күресе аламыз. Жақсы. Отырамын. Ал енді балалар бүгінгі топқа бөлініп алайық балалар. Бүгін мазарка арқылы тақтаға шығып, әрқайсымыз бір-бір суретпен алып, бөлініп алайық топқа. Нарық байқалса және нарық құрбан сурет бар, оны бір-біріне құрастырып алайық. Екі топқа бөліп алғанда, бірінші нарық байқаушы, және нарық құрманы. Екі топқа бөліп алғанда, енді ол жерде тапсырмасы сұрайын, сұрақ қойып жүреді. Тұтынушы деген кім? Тұтынушы дегеніміз белгілі бір жағдайға немесе белгілі бір шаруашылыққа байланысты тауар сатып алған, немесе жұмыскерлердің, қызметкерлердің көмегін пайдалану арқылы өзіне қажетті тауарын сатып алу нәтижесінде пайда болған қоғамның бір мүшесі. Жақсы, көркем отырады. Ал енді тұтынушы тақырып сұрайынға құқықтары туралы. Ал кімнен бастаймыз? Гүлзат. Бізге берген тақырып 11-ші параграф, яғни тұтынушылар құқығын қорғау болып табылады. Біз жалпы күнделікті өмірде түрлі мемлекеттік қызметтерді пайдаланамыз, соның ішінде дүкенге барамыз, ательеге барамыз, шаштаразды қолданамыз. Біз дәл осындай жағдайларда тұтынушы ретінде боламыз. Яғни бұндай жағдайда Қазақстан Республикасында 2013 жылы осы тұтынушылар құқығын қорғау туралы заң қабылданған. Осы заңға сәйкес тұтынушы дегеніміз не өз үшін, не мекеме үшін белгілі бір затты пайдаланатын адам болып табылады. Ал тұтынушы құқығын қорғау дегеніміз осы тұтынушының құқығын қорғау барысында оған жүргізетін нормалар мен қызметтер болып саналады. Ал мәміле дегеніміз, яғни сатушы мен тұтынушы айналасындағы ортақ бір мәміле мен келісім болып табылады. Екінші тапсырма. Кім жауап береді болды? Сатушы сатуға, ал тауаршы тауарды алуға немесе оны төлеуге келіскен кезде екі тараптан мәміле жасалады. Тұтынушылар құқығын қорғау бұл екі жақтан, яғни мемлекеттік және қоғамдық халықтарды қамтамасыз ету. Тұтынушылар құқығын қорғау мемлекеттік және қоғамдық қызмет қозғалыстар жүзеге асыратын шаралар жиынтығы болып табылады. Осыған орай Қазақстан Республикасы тұтынушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 2013 жылдың 4 мамырында тұтынушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету тақырыбында заң қабылдаған болатын. Жақсы, жанына отырған. Келесі. Жалпы тұтынушылар алған затын сапалы болса да, сапасыз болса да, оны кері қайтарып беруге құқылы, себебі ол өзіне ұнамай қалуы мүмкін. Және тұтынушы екі жақтан да мәмілеге келу керек, сатушымен екеуін де құқылы теңелу керек, тұтынушының құқылы бірігіп, оның қалаған затын алуға ол құқылы, таңдап алуға. Жақсы, келесі. Өз кезегінде қатысушы тұтынушымен бірге келісім жасай алды және де оған тауар туралы және де сатушы туралы қазақ тілінде немесе орыс тілінде олар бір-бірлерінен сұрай алады. Және де тұтынушы өзіне кез келген затты өз еркімен алу бойынша және де оның затты өзіне ұнамаса, оны қайтарып алуға келісім шарт орнау керек. Келесі.
тұтынушы сатып алған тауары сапалы болса да, сапасыз болса да, оны ауыстыруға тиімді. Егер оны сатушы ауыстырып бермесе, оған заң бар, айыппұл төленеді. Тұтынушы базарларға барғанда дүкендердің иесінің нөмерін немесе дүкендердің атын біліп алу керек. Болмасам шек алып алу керек. Жарайсың. Ал келесі кім айтады балалар? Ал енді балалар, тақырыбымызды жаңа жалғастырайық. Кім айтады? Қайсыңыз? Айғаным айтады. Заңның нормасына сәйкес қайтарылатын заттар. Ол киім, медициналық заттар, жануарлар, өсімдіктер, сондай-ақ метрлеп кесілетін заттар, мата, пленка, клемка сияқты заттар қайтарылмайды, және де ұялы телефон сынды заттар қайтаруға жатпайды. Адам егер сатып алушы мен сатушы ол туралы мәлімет беруі тиіс, және де ол екеуінде де қоғамда тиісті заң бар. Жақсы, отырауы. Және де балалар. Ол ма? Ал енді жарайды балалар, бүгінгі тақырып Қазақстан тұтынушылық құқықтарын біліп алдық тақырыпты. Ендігі тақырыбымыз екі топқа постер арқылы алдарыңызда бір блокноттан беремін. Нарық патшасы және нарық құрбаны. Постер нарығы қорға. Қалай қорғау керек нарық патшасына, және екіншісі тұтынушыларды алдау. Кәдімгі осыны алдарыңызда. Берілген тапсырмалы бізде тұтынушыны алдау, яғни бізде өзде нарықтағы бағаны шектерді көтеру. Яғни ол нарықтағы бағадан адамдардың 2 есе көп бағадан сатуы. Алып келесің.
Тауардың сапасын тұтынушыларға алдап сапалы қылып көрсету. Яғни бізде тауарларды акция ретінде сатылатын магазиндер болады. Акция ретінде өзінің бағасынан 2 немесе 3 есе арзандатып сатылады. Ол сатылатын акциядағы бағалардың сапасы төмен және де оның уақыты мерзімі біткен болуы мүмкін. Сол жағынан да сапасы біткен сапасыз заттарды сапалы ретінде акция қылып тауарды тұтынушыларға өткізуі және де ұсынуы. Және де төлем ақыны дұрыс толық бермеу. Төлем ақының дұрыс ол төлеп бермеу, ол егер де алған затына қалған ақшасын қайтармау, немесе өзінің бағасынан 2 есе немесе 3 есе жоғары деңгейде сату. Және де мемлекет бұйырған бағада сатпау тиімсіз бе? Яғни ол бізде тиімсіз, себебі бізде мемлекет бұйырған нарықты көтеру көптеген тұрғындарға жоғары қымбатшылықты көрсетеді. Яғни ол бағада көп тұрғындар өзі қиыншылық жағынан көрсетеді. Болмауы тұтынушыны алдау тақырыбы болады. Келесі екінші шығарып бастайды. Бәрі сұлық қолдайсыздар. Кімнен бастаймыз? Бұл тақырып тұтынушылардың құқықтарын қалай қорғау керек олар? Тұтынушылардың құқықтарын сот арқылы қорғау болады. Моралды зиян шығындарды толық қайтаруға қол жеткізу. Сот тұтынушылардың мекен-жайы бойынша және де оның жауап беруші орналасқан орны бойынша келісімшарт жасау бойынша оны өзгерте алады. Адвокат жалпы құқық бұзушылық жайында ең маңызды сол адвокат болып табылады, өйткені ол заң туралы кеңес береді және сол заң құқық бұзушылықтың алдын алады. Сонымен қатар тұтынушылардың құқықтарын қалай қорғау керек деген сұрақтың ең бір үлкен жауабының бірі ол өзіндік болып табылады. Өйткені бұл кезде адамдар өзіне егер сатушы алдан немесе оның сапасын төмендетіп берсе, ондай жағдайда ол тауардың бағасын төмендетуге және өзіндік шығындарды сатушыдан өндіріп алуға болады. Және тұтынушы ақшасын толық қайтарып алуға немесе келісімді бұзуға толық хақылы және оған бойынша заңда көрсетілген. Және де тұтынушы белгілі бір тауарын, маркасын немесе басқа да тауарға ауыстыру өз шешімі болып табылады. Жалпы бәрімізге мәлім, тұтынушылардың құқық қорғау саласында мемлекеттік органдар маңызды рөл атқарады. Ондай органдарға біз әкімшілік құқық бұзушылық органдары секілді түрлі үлкен бір қызмет атқаратын органдарды атай аламыз, өйткені олар азаматтардың құқықтарын қорғауда үлкен рөл атқарады. Жақсы. Болмауы ал бұл тұтынушылардың құқықтарын қалай қорғау керек екенін енді осының тұтынушылардың құқықтарын қалай қорғау керек? Сот және адвокат, тұтынушылардың бірлестіктер арқылы өзіндік және осы қорғау саласында түрлі мемлекеттік органдар арқылы. Жақсы. Оны айтып кеттіңіздер. Ал екінші нарық құрбаны. Нарық құрбаны өздеріңізге қандай тақырыпты қойдыңыздар? Тұтынушыны алдау. Біріншісі нарықты бағаны шектен тыс көтеру. Тауардың сапасын тұтынушыларға алдап, сапалы қалып көрсету. Төлем қандай болады? Ағын дұрыс толық Төртінші қандай тағып қойдыңыз? Мемлекет бұйырған бағада сатпау. Жақсы. Енді осында көзтарапты қорғап қойдыңыздар. Ендігі түйінді ойды өтеді ететін болса, сонымен тұтынушылардың құқықтарын сақталу ең алдымен кімге байланысты? Тұтынушылардың құқығын қорғау, тауарды қайтару деп аталады. Яғни осыны алдыңызға берем, 1-2 минуттың ішінде маған түсіндіріп бересіздер.
Dayındalыңыздар. Dayımızda olanlar. Tabii бастайбыз. Birinchi so'z. Narx qachasi? Тұтынушылардың құқығын қорғау, яғни тауардың қайтару бөліміне келетін болсақ, жалпы көбінесе бұндай жағдайда дәлелдер талап етіледі, бірақ не дегенмен бұндай шектер болмаса, онда тұтынушы өзінің аяқтарынан айырылады деген сөз емес. Сонымен қатар мұндай жағдайда сіз ең алдымен сотқа жүгінуден алдын сатушымен бірге ауызша ескертпелер жасайсыз. Егер ол ауызша ескертпелермен мүлде оны елемейтін болса, онда жазбаша талаптар жүгінуге болады. Тіпті оны да орындамаса, сіз содан кейін барып сотқа арыздануға құқығыңыз бар. Жақсы. Келесі. Жауап бере аласыздар ма? Және де тұтынушы белгілі бір уақыт аралығында, яғни чекті алғаннан кейінгі тауарды өткізу уақыты 14 күн болып есептелінеді. Және сол уақыт аралығында ол кез келген дүкеннен өзі қалаған тауарды ауыстырып алуға немесе толық ақшасын қайтарып алуға құқығы бар. Жарайсың. Көрген отыруға. Ал, дап құрбаны. Және де бізде Қазақстан Республикасының тұтынушылар құқығын қорғау мақсаты 2010 жылы және де 4 мамырда тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заң қабылданған. Және де ең басты айтатын болсақ, тұтынушылардың сатып алу туралы сапалы немесе сапасыздығын оны өзі сатушы түсіндіріп өтуі қажет тұтынушыға. Және де егер де тұтынушы ол затты алғанымен, одан кейін ол зат оған ұнамай қалған жағдайда оны қайтаруға 14 күн ішінде қайтаруға мүмкіндігі бар. Егер де оны сатушы оны қайтып өзіне қайтармаса, ондай жағдайда сотқа жүгінуге болады. Сол жағдайда да түсіну керек, және де кез келген сатып алудан кейін тауарлық чекті сақтап қою қажет. Және де егер де тұтынушы ол затты өзіне қайтадан сатып алушыға беретін болса, және де кей тауарлар оның талғамынан шықпай қалуы мүмкін, сапасы жағынан болмаса да. Сол жағдайда сатушы оны сол жағдайда түсініп, тұтынушының затын қайтадан алуға құқылы. Жақсы, боласы. Ал енді кейінгі ойдың қорытындысында бұл жүзінде тұтынушылар құқықтарын сақтау ең алдымен кімге байланысты айтып берілді. Енді алдарыңызға тұтынушы нарық патшасы ма әлде құрбаны ма деген сұрағын жауап бересіздер. Алдарыңызға бір тараптан тапсырамын. 1-2-3 тапсырмадан соны орындап бересіздер. Ya, at jönünü yazdım. Daha sonra yazalım. Жақындаttыңыздар ма, балалар?
Олар өз сұрақтылықтары қараңыз, оқушылардың тұтынушы құқықтарын бұзылуы, байланысты наразылық хаттамасы жазылды. Мысал айтатын еді. Жаңа ғана сатып алған аяқ киімнің жыртылып қалуы. Осыны түсіндіріп айтып бересіз. Oldu babalar. İzleseniz. Burada surat olsun. Nasıl suratı cevap veremiz? Okuşlar negizde 4 mesele karıştırma tiyistiydi. Neni karıştırma tiyistiydi? Şularda narazılık qanday oldu? Şular olarını qalaycha қолданмақшы? Qanday шара қолдануға мүмкін? Осыны түсіндіріп беріңіз. Oldu vallahi. Ben ne yapacağız sen? Başlayalım. Birinchi tavsiyaning birinchi surag'i, ya'ni tutunuvchi narxda pachasi menda qurbanma degan so'roqqa javob beringiz degan. Men bu iki o'yinda kelsam, sebebi tutunuvchi narxning pachasi deganimiz uning qo'g'amda tutunuvchining o'zining bir huquqi bor, ya'ni u zangмен qo'rg'aladi. Al кейде тұтынушы нарықтың құрбаны да болып жататын жағдайлар болады. Бұндай жағдайда тұтынушы өзінің құқығын дұрыс білмей, дұрыс шешім қабылдамай, өзінің құқығын таптауына алып келетін жағдайларды кездеседі. Екінші тапсырма. Оқушылар тұтынушы құқықтарының бұзылуына байланысты наразылық хаттамасын жазу керек делінген. Бірінші жағдайда жаңа ғана сатып алынған аяқ киімнің жыртылып қалуы. Бұл жерде біздің мәселені қарастыратын нәрсеміз тұтынушылардың наразылығы қандай. Бұндай жағдайда жаңа ғана аяқ киімнің жыртылуы оның сапасының нашар екенін көруімізге болады. Екінші жағдай, шашты құрғататын құралдардың жөнді жұмыс істемеуі. Бұл жерде біздің қарастыратын мәселеміз тұтынушылар құқығы, оларды қалай қолдамақшы. Адам шаштаразға барған кезде оған жасалынатын дүниенің ақысын төлейді, оған өзінің бір қаражатын жұмсайды және ол сол ақысына байланысты өзіне қажетті көңілі толатындай қызмет алуға өзінің құқысы бар. Осындай жағдайда техниканың дұрыс жасамау оның құқық бұзушылығына алып келеді. Мұндай жағдайда ол қызметтің ақысын төлемеуге өзінің құқығы бар деп есептеймін. Және үшінші жағдай, 10 000 километр шақырым жүріп өткен көлік ретінде сатылған көлік сынғаннан кейін 300-інде 50 000 километр шақырым жүріп өткені анықталды. Бұл жерде біздің қарастыратын мәселеміз қандай шара қолданылуы мүмкін және тұтынушы құқығын қорғау жолдарын ұсыныңыз деген.
Бұл жерде 10 мың километр шақырым мен 50 мың километр шақырымның аралығы өте үлкен. Бұл жерде жалған ақпарат десек те болады, өйткені бұл жерде сонымен қатар қандай шара бұл жерде белгілі бір заңгер арқылы бұл жағдайды шешуімізге болады. Және үшінші тапсырма ой түйіп жазыңыз деген. Дұрыс әрі көреген шешім қабылдау үшін әр адамның үш жолы болады. Бірінші бекзат жолы болып ойлау, екінші жеңіл еліктеу, үшінші ең ашық өмірлік тәжірибе. Сұрақ: түйінді ой сонымен тұтынушының құқықтарын сақтау ең алдымен кімге байланысты? Менің ойымша, әрине біз жаңа айтып өттік, постер қорғау барысында оның адвокатқа, өзіне және түрлі құқықтық органдарға дедік, бірақ нақты ол өзіне байланысты. Себебі ол өзінің құқықтарын жақсы білсе, сондай дұрыс шешім қабылдап, адвокат және мемлекеттік органдарға жүгінеді деп ойлаймын. Жақсы, жарайды. Нарық партиясы жақсы, жарайды. Енді нарық құрбанына дайынбыз ба? Иә. Менде бірінші тапсырмада екі ойға да келісемін. Себебі егер де тұтынушы заттың бағасын нақты бағасында алса және өз құқығын айта алса, ол тұтынушы нарықтың патшасы болатын еді. Ал тұтынушы нарықтағы құрбаны бізде халық тұрғындардың затты нақты бағасынан 2 есе жоғары бағада алуы. Екінші тапсырмада мен өз ойымды айтып кеткен болатынмын. Бұл жерде тұтынушының назарға қарағандай нарықтың бағасын көтерілу және алған затын қайта алмастырып ала алмауы және қандай шара қолдануы мүмкін. Сотқа жүгіне алады, өзінің құқығы арқылы. Менде өз ой түйін жазыңыз. Бізде дұрыс әрі көреген шешім қабылдау үшін әр адам үш жолы болады. Біріншіден бекзат жолы ойлау, екіншіден жеңіл еліктеу, үшіншіден ашық жолы өмірлік тәжірибе. Бұл бізде конституцияда көрсетіліп тұратын. Менің түйінді оймен тұтынушылардың құқықтарын сақталуы ең алдымен байланысты болады. Ол бізде мемлекеттегі заңға және сатушыларға, себебі сатушының заңға бағынса, бұл үлкен мәселе болмас еді. Жақсы, жарайсыздар. Бүгінгі екі топ нарық партиясы мен нарық құрбанының қорқытылғанды жарайсыздар. Ендігі тапсырма балалар кезбе тілші әдісі арқылы қорытындылаймыз. Кезбе тілші берді кішігірі бір ойын. Бүгінгі тілші ретінде келешегі мектебіміздің журналист факультетіне түсетін акценттар жанды. Жаңа өзінің тілші ретінде оқушыларға сұхбат алады. Жалпы мен болашақта осы мамандықты таңдағым келеді, себебі бұл Қазақстанда жақсы дамып келеді және соған өз үлесімді қосу мақсатында осы мамандықты таңдап отырмын. Соған байланысты оқушыларға сұхбат. Жақсы, жарайсыз. Аллах сұхбат. Бірінші сұрақ: әлеуметтік нормалар түрлеріне нелерді жатқыза аламыз? Шешінен, мысалы, мынау оқушыларға кімге барамыз? Алла саған барып, сұхбат аламыз қасында. Нормаларда салт-дәстүр және де әдет-ғұрыптар және де этикалық ережелер және де оның ережелердің саяси және де корпоративті ережелерді қолдану және де саяси дәстүрлі ережелерді қолдану қажет. Дұрыс. Келесі сұхбат кімге береміз болады? Айғанға? Жақсы, айғанға. Құқықтық мемлекет идеясы алғаш рет қашан және қай жерлерде заңды түрде бекітілді? Идеясы бірінші ақш конституциясында 1987 жылы қабылданды, ал екінші Францияда 1989 жылы қабылданды. Келесі сұрақты азаматтық қоғамның саяси негізін кімдер құрайды? Жалпы демократиялық және өзіндік ұжымдық болады. Бұл бұқаралық ақпарат көздерінде сақталған. Келесі сұрақ кімге болады? Сұхбатты. Қазақстанда қандай саяси партиялар бар? Қазақстанда Аманат, Ауыл партиясы және Қазақстан коммунистік партиясы бар.
Қазақстан Республикасы жайлы кім не айтқысы келеді? Жалпы бәріміз білеміз, Қазақстан Республикасы 1991 жылы тәуелсіздігін алды, және биыл Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 30 жыл толып отыр. Осы 30 жылдың ішінде ол өте үлкен нәтижелерге жетті. Сонымен қатар Қазақстан жайлы ақпарат айтатын кезде оның бір тұтастығы және ұлттар арасында достық айтпай кетуге болмайды. Себебі Қазақстанда 100-ден астам ұлт өкілдері бар. Мысалы, орыс, қазақ, украин, қырғыз, неміс сынды бауырларымыз бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүруде. Келесі сұрақ Айғанға. Айған. Кәмелетке толмаған жасөспірім қанша жастан бастап еңбек ете алады? Кәмелетке толмаған жасөспірім 16 жастан бастап еңбек етуге болады. Келесі сұрақ мынау. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қай жылы еліміздің президенті бола алды? 1990 жылы 24 сәуірде. Еңбек құқығы субъектілері нешеге бөлінеді және Олар үшке бөлінеді, жеке, ұжымдық, мемлекеттік субъектілер болып үшке бөлінеді. Жақсы. Келесі сұрақты. Бір сұраққа жүресің ба? Конвенция неше баптан тұрады? 54 баптан тұрады. Сұрақ аяқталды. Жақсы. Жарайсың жанына. Отыра ғой. Енді олар сағымызды осымен аяқтап, үйге тапсырмаларды езбері. Біз тұтынушы ретінде өз құқығымызды білеміз бе деген тақырыпты оқып келеміз олар. Осы тақырыпты оқып келіп, ендігі бізді алдарымызға бір стикер беріп, сабақты тақырыпқа байланысты түсініктерімді жазамыз. Енді бүрді болар. Мен барлығына түсіндім жасыл. Мен орташа түсіндім сары. Еш нәрсе түсінбедім қызыл. Соны осы тақырып бойынша бағдарламада ұсынып қоямыз. Барлығымыз Қазақстан тұтынушылар құқығын біліп алдыңыздар ма? Біліп алсаңыздар осымен сабағымызды аяқтаймыз. Аяқтамас бұрын барлығына топ әртіп өзінің оқушылардың тізімін айтып, фамилиясын айтып, бағалап келесіздер. Қазір топ басшысы. Біздің топ Балтабай Айғаным, Астанқұл Көркем, Қадырқол Жанетбек, Андасбек Айғаным, Нәсел Зинермұхан және мен Әсен Гүлзаттан тұрды. Және бүгінгі сабақта мен өзімнің тобым өте белсенді болды деп айта аламын. Өйткені олар өздеріне жаңа ақпарат алып қана қоймай, оны өздерінің осында отқан, екінші топпен бөлісті деп айта аламын. Бүгінгі сабақта мен өзімнің тобымның әрбір мүшесіне жақсы деген баға қоямын. Жарайсыздар. Бір ауыздан ба? Жарайсыздар. Келесі.
біздің топта жалпы Жанна, Балымса, Нұрқожа, Жарқына және де Оразалы. Біздің топтар өздеріне біздің тұтынушының және де нарықтың құрбанын жақсы деңгейде қорғап шықты деген ойдамын. Және де Жаннаға 9 балл, Балымсаға 9 балл, Нұрқожаға 8 балл, Жарқынаға 9 балл, Оразалыға 8 балл және де Сымбатқа 9 балл қойдым. Біз өзіміздің тақырыбымызды жақсы қорғап шықтық. Жақсы, жарайсыздар. Ал енді бүгінгі тақырыбымыз назарларыңызға рахмет. Осыны сабағымыз аяқталды. Жақсы олар. Бүгінгі сабақты жақсы